Қайырлы күн достар. Каналға қош келдіңіздер. Мен Ақнұр Бейсенбайқызы. Бүгін сіздермен past simple tense, жай өткен шақты қарастыратын боламыз. Каналды бүгінгі видео сабақтарға жалғастырмас бұрын подписаться все батырмасын басып қойыңыздар. Алдағы уақытта керемет сабақтар болады. Сіздерге уведомление болып барады. Және лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал кеттік онда сіздермен бірге. Жай өткен шақты қай кезде қолданамыз? We use the past simple tense to describe an action in the past. Біз өткен шақты өткен уақытта басталып, өткен уақытта аяқталған істі сипаттау үшін қолданамыз. Өте оңай балар. Қазіргімен ешқандай байланысы жоқ. In the above example, he walked. Look at this example. Мына мысалға қараймыз. Yesterday, he walked to the train station. Ол теміржол станциясына барды. Кеше. Қашан? Yesterday. Кеше. In the above example, he walked in the past simple tense. It describes an action from yesterday. Бұл жоғарыдағы мысалда ол барды. Past simple tense өткен шақ. Білесіздер, шаққа қою үшін бізде етістік өзгереді. Етістік өзгеріп отырады. Етістігіміз walked, барды, жаяу барды деген секілді. Next. Етістіктер жалпы екі түрі болады балар. Екі түр болады. Біріншісі regular verb, яғни дұрыс етістік. Екіншісі irregular verb, бұрыс етістік. Ал енді дұрыс етістік дегеніміз не? Дұрыс етістікке біз ed немесе d жалғауын жалғайды екенбіз. Мысалы, play, played, оған ed жалғадық. Play, played, work, worked деген секілді. Етістіктерге ed немесе d жалғауын жалғаймыз. Ол дұрыс етістік. Өткен шаққа қолданамыз. Солай ғой. Ал енді бұрыс етістік дегеніміз не? Бұрыс етістіктің арнайы менделеев кестесі секілді кесте болады. Біз оны жаттап алуымыз керек. Ал ол қандай етістіктер екен? Бір-екеуін ғана көрсетейін. Go, went, see, saw. Яғни бұл осылай өзгерді екен. Істейміз, жаттап алады екенбіз. Яғни деңгей өскен сайын етістіктердің, бұрыс етістіктердің тізімі көбейе береді. Өйткені оның негізі 400-500-ге дейін жуығы бар. Етістіктердің, бұрыс етістіктердің. Бірақ біздің қолданатынымыз максимум 220-250 етістіктің аралығында. Мысалы, for example, last summer I went to the country. Өткен жазда мен қаланың сыртына бардым. Немесе елге бардым деген секілді. Өйткені country әрі ел, әрі қаланың сырты деп айтылады, ауыл аймақ. I played with my friend. Мен досыммен бірге ойнадым. Қараңыз, мен бардым, ойнадым. Екеуі де өткен шақ. Went бізде бұрыс етістік болып тұр, irregular verbs. Ал played ол бізде regular verbs болып тұр. Ұмытпаймыз, екі етістіктің түрін. Ал кеттік келесі. Енді beginner, elementary деңгейіне сәйкес бұрыс етістіктердің тізімдерін қарайық. See, saw, go, went, have, had, say, said, fly, flew, fall, fell, do, did, take, took, give, gave, sit, sat, make, made. Келесі. See көру, go бару, have иметь еті өзінде болу, say айту, fly ұшу, fall құлау, do жасау, take алу, give беру, sit отыру, make жасау, draw ол сурет салу. Be көмекші етістік болу, come келу, meet кездесу, think ойлау, draw drew, be was were болу, come came келу, meet met кездесу, think thought ойлау, write wrote жазу, drink drank ішу, cat caught қағып алу немесе міну деген секілді. Бұлардың барлығы бізде бұрыс етістіктер. Ал қазір енді lazy verbs жалқау етістіктерге мән берейік. Олар қандай етістіктер? Өзгермейтін етістіктер түбірі ме? Cut, cut,
кесу. Bet, ақша тігу деген секілді. Балар, скринді алсаңыздар болады, немесе менімен бірге осылай жаттап алыңыздар. Паузаға қойыңыздар, артқа айналдырыңыздар, аудармасын құлағыңызды үйретіңіз, көзіңізді қалай орфографически дұрыс жазуды үйреніңіз, және жаттап алыңыз. Ал кеттік онда. Келесі. Білесіздер, кез келген шақта үстеу болады. Қашан деген сұраққа жауап береді. Бүгін ба, кеше ма, ертең ба, қазір ма, әдетте ма деген секілді. Past simple мезгіл үстеулер. Ал қандай үстеулер бар екен? Біріншісі yesterday. Yesterday, кеше. Екіншісі last year, өткен жылы. Last summer, өткен жазда. The day before yesterday, кеше емес бүрсі күні. Кеше емес алдыңғы күні деген секілді бүрсі күні, е? The day before yesterday. A week ago, бір апта бұрын. 2 weeks ago, 2 апта бұрын. A month ago, бір ай бұрын. 2 months ago, 2 ай бұрын. 1990 year, 1990 жылы. 90 деген сөз қалып кетті мына жерде, нөлдің орнына, иә? 1990 жылы деген секілді. Ал кеттік онда. Past simple'да қалай сұраулы сөйлем құраймыз? Осыған мән берейік, иә? In questions and negatives, we use did, didn't, plus infinitive. Сұраулы және болымсыз сөйлемде біз did, didn't және плюс infinitive қолданады екенбіз. Яғни тыйық етістікті. Мысалы, қараңыздар, болымды сөйлем. The hare watered the flowers yesterday. Қоян кеше гүлдерді суғарды. Қандай сөйлем? Хабарлы сөйлем, не? Болымды сөйлем. Watered. Қараңыздаршы, water су, watered суғару, суғарды. Етістіктен, то есть зат есімнен water су. Етістік жасады. Су, суғару деген секілді. Ал енді осыдан сұраулы сөйлем жасап көрейік. Қалай болады деп ойлайсыздар? Past simple'дың бір ғана етістігі бар. Көмекші етістігі бар. Сұраулы сөйлемде және болымсыз сөйлемде жасау үшін. Ол бізде did екен. Did тек қана past simple tense'да ғана қолданылады. Сұраулы сөйлемде, балар, сөйлемнің басына шығады. Мысалы, Did I water the flowers yesterday? Еще интонациямыз өзгереді. Did I water the flowers yesterday? Мен кеше гүлдерді суғардым ба? Даже сөйлемде мынау did аударылмай тұр. Көмекші етістік ретінде did аударылмайды. Қайталап айтам. Did сұраулы сөйлем жасау үшін сөйлемнің басына барады екен. Did I water the flowers yesterday? Мен кеше гүлдерді суғардым ба? Жауап береміз. Я суғардым болса. Yes, I did. Сұрақ didпен басталса, didпен жауап береміз. Сөйлем қандай сұрақты сұраулы сөзбен басталады, сомен жауап береміз. Ұмытпаймыз, я? Yes, I did. No болатын болса, no, I didn't. Неге didn't? Өйткені didтен басталып тұр, мына сөйлем. Өткен шақта. Ал қараңыздар, look at this photo. Did the cat catch the mouse? Мысық тышқанды ұстап алды ма? Жауап, no, he didn't. Біз білеміз ғой, маустың қандай жылдам екенін, иә? Жауап, did the cat catch the mouse? No, he didn't. Next. Did the cat watch TV? Мысық телевизорды көрді ма? Yes, he did. Я көрді. Егер жауап no-дан басталса, онда no, he didn't. Бұл жерде толық жазылып тұр ғой, сондықтан толық оқимыз. No, he did not. Көбінесе жауапты қысқа жауап береміз былай. Yes. Yes болатымызды, yes, he did. Солай ғой. Ал болымсыз түрде қысқа жауап бергілеріңіз келсе, no, he didn't. Солай ғой. Ал енді, мұна сөйлемдерден сіздер өздеріңіз болымсыз сөйлеп құраңыздар.
Мысалы, бірге жауап берейік, иә? Mouse not to eat. Енді біз осы сөйлемді болмыс түрі айналдыруымыз керек. Тура осы жерде пауза қойып қойсаңыздар болады. Жауаптарды өздеріңіз тауып көресіздер. Сосын менің айтқан жауабыммен салыстырып көресіздер. Ал кеттік онда. Менің жауабым, пауза қойсаңыздар болады. Менің жауабым Mouse did not eat. Мысық жеген жоқ. Келесі мысал. Келесінде өзгертуіміз керек. They not run. Ал енді толық сөйлеміміз құрауы керек. Толық сөйлем құрауымыз керек кеше деп. They did not run. Олар жүгірген жоқ. Бұл енді біздің бүгін тематикаға байланысты сөйлем болатын. Ал енді тағы да біреу бар. They not walk. Олар сөйлескен жоқ деуіміз керек. They did not talk. Олар сөйлескен жоқ. Балалар, бір нәрсе айтып кетейін. Болымсыз және сұраулы сөйлемде did көмекші етістігі жүргендіктен етістікке ed жалғау жалғанбайды екен. Did жүрген кезде етістік қайталап бірінші формаға түседі. Окей? Ал енді қазір сіздерге тапсырма берем. Тапсырмалар мыналар. Сіздер осы сөйлемдерді өткен шаққа айналдырып жазасыздар. Және қазір пауза қойып қойыңыздар, жасаңыздар. Ал келесі видеода уже қазір осының жалғасы ретінде жауабын көрсететін боламын. Сіздер өзіңіз тәжірибе жасау үшін пауза қойып қойыңыздар. Ал қазір мен жауабын көрсетемін. Жауаптары мыналар. Достар, сіздермен бірге осымен сабақ тәмам. Бүгінгі сабақ пайдалы болды деп есептеймін. Енді сіздер өткен шақта сөйлем құрай аласыздар деген ниеттемін. Кеше, өткен айда, last month, last year, a week ago, 2 weeks ago деген секілді уже өткен шақта мысал келтіре аласыздар деп ойлаймын. Егер сіздерге бүгінгі сабақ пайдалы, қызықты болды деп ойласаңыздар, комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған Ақнұр Бейсенбайқызы. Келесі сабақта кездескенше. Goodbye. Сау болыңыздар.